Ал бисмилля деп бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақты неден бастаймыз? Жалпы мынандай ғой. м, трейдинг екіге бөлінеді. Екіге емес, негізі үшке де бөлінеді. Мысалы үшін трейдингтің өзін алатын болсақ, инвестиция осы трейдингтен шығады, яғни сауда саттық. Трейд деген сауда деген сөзден шыққан ағылшынша. Яғни алып сату, трейд. Трейдинг болып бөлінеді. Дей дегеніміз бір күннің бір торговая сессия бар ғой. Мысалы рынок бүгін ашылды, түнге бірге дейін жабылғанша торговля жасасаңыз, сіз дей трейдер боласыз. Дей трейдингпен айналысасыз деген сөз. Екіншісі суинг. Яғни орта мерзімді, сіз бір күннен артық ұстасаңыз, уже свинг трейдер боласыз. Яғни екі немесе одан да көп торговая сессияда сауда жасайтын болсаңыз, сіз свинг трейдер боласыз. Және үшіншісі бұл инвестор. Яғни ұзақ мерзімді инвестинг. Ұзақ мерзімді сауда жасау. Бұл не дегеніміз? Бұл бір жылдан жоғары сауда жасасаңыз, сіз уже инвестор боласыз. Бір жылдан жоғары, бір жыл, 10 жыл, 20 жыл, 3 жыл деген сияқты аралықта ұстайтын болсаңыз, сіз уже инвестор болып табыласыз. Енді дей трейдерлер 5 минутпен бір күннің мысалы 4-5 сағаттың арасында сауда жасай береді. Яғни олар скальперлер деп аталады. Көбінесе нелерде, Америкада оны скальперлер деп аталады. Яғни скальпингпен айналысатындар деп аталады. Сіздер ана бір кино көргенсіздер ма, нені? Қандай цена на понижение ма? Бір сондай фильм бар еді ғой, американский. Атын толық ұмытып тұрмыншы. Сол фильмда, яғни брокерлар өздерінің уақыттарын, биржаның уақытын тез көрсетуге, скорості қосуға жұмыс жасайды да. Бір жігіт соны жасау барысында жаңағыдай қайтыс болады ғой, короче. Вот сол туралы, яғни олар өте көп мөлшерде скальпингпен айналысады. Яғни бүгін алып, бүгін сату, қазір алып, 5 минуттан кейін сату деген сияқты нәрсемен айналысады. Ол скальперлар, яғни 5 минутпен бір торговая сессияның ішінде айналысса, мысалы үшін премаркетте алып, маркетте сататын адамдар болады. Ондай дейтрейдерларды көп жүрген шығарсыздар, иә. Яғни бұлардың саудасы сол бір күнмен шектеледі. Мысалы үшін премаркет бізде 13:00-де ашыла ма, сол 13:00-де сатып алуы мүмкін. Түнгі бірге дейін сауда жасаса, ол уже дей трейдинг болып кетеді. Swing трейдинг өзі бағыты үшке бөлінеді. Яғни қысқа мерзімді, бір күнмен бір апта аралығында. Уик деп қояйын, бір күнмен бір апталық, яғни бір күннен артық ұстап, немесе бір апта аралығында ұстаса, ол қысқа мерзімді swing трейдер болады. Және екіншісі орта мерзімді. Орта мерзім бір апта мен бір ай аралығында. Маңызды. Бір ай аралығында. Және үшіншісі бір ай мен бір жыл аралығында. Яғни monthly и бір жыл. Яғни бір жыл аралығында. Яғни біз 6 ай ұстайтын болсақ, онда біз тоже swing трейдер болып кетеді екенбіз. Негізі инвестор ол бір жылдан көп ұстаған адам болып саналады. Енді мен swing трейдер бағытымен жұмыс жасаймын, swing трейдермін. И көбінесе мен қысқа мерзімді және орта мерзімді swingпен айналысамын. Ал мына саланы мен енді қазір қолға алып жүрмін, яғни инвестиция саласы деп екеуін былай қосып, енді қолға алып, қазір осыны насихаттап жүрмін. Негізі жұмыс басты адамдарға, уже основной жұмысы бар адамдарға осы екі нәрсе ыңғайлы, яғни ұзақ мерзімді және инвестицияға көңіл бөлген жақсы. Яғни бұл пассивный доход ретінде қарауға болады. Ал егер мен сияқты тек қана трейдингтен ақша табатын адамдар болса, онда
оларға мына қысқа мерзімді және средний сроктағы сауда жасау өте қолайлы болады. Енді бұл сауда түрлерін қалай жасаймыз? Мысал үшін біз инвестициямен айналысатын болсақ, инвестицияда көбінесе мынау үлкен таймфреймдермен жұмыс жасаймыз. Мынау вейблді білетін шығарсыздар, иә? Осы вейблда трейдинг вьюда да қарастырсақ болады қазір. Таймфреймдерде үлкен, яғни айлық, апталық деген таймфреймдерде қарап жұмыс жасаймыз. Яғни индикаторларды да осы таймфреймдерде қараймыз, свечаларды да осы таймфреймдерде қараймыз деген сияқты. Себебі бізге глобальный картина маңызды. Қайда бара жатыр баға, қайда ұмтылып жатыр, сол маңызды. Ал swing трейдерлар, мысалы үшін мен сияқты, олар апталық, айлықтарды қараймыз, но в основном дейли және 4 сағат, 1 сағатпен жұмыс жасаймыз. Яғни осы үш таймфреймде жұмыс жасаймыз. Ал дей трейдерлар, олар көбінесе дейлиден бастайды да 4 сағат, 1 сағат, көбінесе кіріп шығуға 1 минут пен 5 минутты қолданады. Кейбір трейдерлар бар, 15 минуттықпен жұмыс жасайтын, 15 минуттық свеча жабылғаннан кейін шығатын, немесе кіретін деген сияқты сделкаға, иә. Оның бәрі уже олардың стратегиясына байланысты, яғни кім қай таймфреймде жақсы көреді графикті, сол таймфреймде жұмыс жасай береді. Оған уже андай навык керек та. Өзі биржада біраз отырған адам, 6 ай қарап свечаларды зерттеп қалай қозғалады, ол адамдарға уже определенный бір таймфреймде жұмыс істеген ыңғайлы болып қалады. Например, маған 4 сағаттық таймфреймде жұмыс істеген ыңғайлы. Мен 4 сағаттық таймфреймді қарасам, примерно уже біліп тұрамын, баға 1-2 күнде қайда барады деген сияқты. Так, мына базовый нәрсе түсінікті шығар, иә? Енді давайте осыны салыстырып көреміз. Бір любой компанияның тикерін айтыңыздаршы. Анализ жасап көрейік. Кез келген бір компания айта беріңіздер. Анон, РМД дейді. Анон, так, интересно. Анон деген не компания екен? Халал ма, халал емес па? Мен халал шығар. Значит, мен анализ жасаған екен бұрын. Анализ удалить етіп тастай салайын. Старый анализді керек емес. Так, глобальный картинаны біз ашқан кезде бірінші очередь не қараймыз? Компания қай жылы құрылды? Қай жақтан бастап жұмыс істеп жатыр? Соны қараймыз. Мен қазір қана технический анализ талдап жатырмын. Я халал екен байқадым, потому что мен анализ жасаған екен бұрын. Мен бірінші халалға тексеріп аламын, сосын анализ жасаймын да. Халал емес компанияларға анализ жасамаймын. Так, айлық таймфреймге қойған кезде ең бірінші очередь нені тексереміз? Компанияның жүрісін қараймыз. Мынау нәрсе сіздерге де көрініп тұр ма? Мына просто менің экраным зависеть етіп қалғаннан шыққан ғой. Қараңыздар, компания мына 21-ші жылы құрылған, яғни осы жерден бастаған. Баға сол басында қай бағадан басталды? Қараңыздар, яғни ашылу бағасы. Компания құрылған жылдағы қойылған бағасына қайдадан келіп тұр? Дәл сол бағаға келіп тұр. И компания қандай жүріс жасаған? Бұрын ашыла салып өскен резко, себебі американдықтар білесіздер, иә, IPO-ға шыққан новичок компанияларды аңдып жүреді олар. Вот IPO-ға шығайын деп жатыр ма, сразу олар сатып алады да, и резко ұшырып, біраз доход алып алады да, одан кейін резко құлатады. Ондай компаниялар өте көп. IPO-ға, любой компанияны ашып қараңыздар, IPO-ға шыққан кезінде резко ұшады да, сосын құлайды. Яғни Америкада өзі сондай бір бағыт бар. Именно IPO-ға шыққан новичок компанияларды сатып алу деген сияқты сондай стратегия деп айтсақ та болады, өздерінің сондай нәрсесі бар. Но біз ондай IPO-ға новый шыққан компанияларды қарамаймыз, себебі олар халалға тексеруге, халалдың сайттарына, иә, мысалы үшін Мусафа, Зоя, Сахих Инвест деген сияқты сайттардың бәріне шығуына 1-2 ай уақыт кетеді. Одан кейін ол біздің брокерларға шығуға тоже уақыт кетеді. Яғни, мысалы, Freedom брокер болсын, Пайдекс брокер болсын, новый акцияны сразу көрсетпейді. Яғни олар сатып алуға не істемейді,
брокер жұмыс жасамайды ол акцияны, потому что ол новичок. Оған риск көп деген сияқты. Поэтому новичок акциялармен біз де жұмыс жасамаймыз. Просто түсіндірейін дегенім, міне шыққан кездегі бағасына қайттан келді, және бұл уровеніміз біздің зеркальный уровень болып тұр. Қазір зеркальный уровеньнен көтеріліп кетсе, иә, ары қарай ұстауға болады. Егер бұны Фибоначчимен қарайтын болсақ, мынаны типа бірінші екінші волнаны аяқтады да, қазір үшінші волнаға уже бару мүмкін, яғни екінші волнаны екі есе өсіру мүмкін деген вероятностьпен мына жерден көтерілсе, біз оны долгосрокқа, яғни инвестингқа алсақ болады. Долгосрокқа алсақ болады. Егер жоқ, мен мына жаққа дейін ұстай алмаймын, мен бұрынғы барған хайына, мысалы 64-60 деген бағаларға да ұстаймын десеңіздер, примерно сол 6 ай 1 жылдың көлеміндей уақыт кетеді, яғни ұзақ мерзімді суинг болып табылады. Бұларға аса бір қатты анализ керек емес. Бұларға не керек? Бізде технический анализ қатты маңызды рөл ойнамайды, көбінесе фундаментальный анализ рөл ойнайды. Яғни компания немен айналысады, болашағы бар ма жоқ па, компанияның қарызы қанша, инвесторлар кірген ба, инсайдерлар қанша мөлшерде ұстап отыр, қандай инвесторлар кірген, мысалы үшін танымал инвесторлар бар ма, Уоррен Баффет, Кэти Вуд, там Уильямс деген сияқты инвесторлар бар ма жоқ па, соларды бір рет қараймыз да. Егер иә, ондай инвесторлардың ішінде портфелінде бар бұл компания, қарызы төмен, фундаментальный жақсы, капитализациясы жақсы, мысалы мына жерде фундаментальный анализ тұр ғой, яғни осы жағын қараймыз. Объем, мысалы үшін 2 миллион объем қазір кіріп тұр, иә, капитализациясы медиум капқа жатады екен деген сияқты. Осындай нәрселерді қараймыз да, мысалы үшін қарыздары бар ма жоқ па деген сияқтыларды қараймыз да. Все, біз не істейміз, көбінесе ала саламыз бұндай акцияларды, яғни инвесторлыққа немесе инвестицияға немесе ұзақ мерзімді суингке ала беруге болады. Яғни вот 35-тен сатып алдым мен, не істеймін, примерно 60-қа дейін тейк қоямын да, білмеймін, $350 сатып алып қоюым мүмкін, 10 штук, не, $350 сатып аламын да, сосын тейкті сразу 60-қа қоямын. 60-қа қоям, қашан алып берсе де маған не важно. Ол 1 айда алып бере ма, ол 6 айда алып бере ма, иә. Ол так, мынау қанша уақытта құлаған, қазір қарайсыздар. Так, 335 күн, ну, примерно 1 жыл қайтадан көтерілім дегенше сондай уақыт кетеді. Яғни сондай уақытта қайтадан не істейді, $60 алып береді. Жоқ, мен бұны алуға деймін айтып отқан жоқпын, просто мен фундаменталь анализін қараған жоқпын ғой әлі. Просто айтып жатырмын да, вот суинкқа неге алуға болады деген сияқты. Үлкен таймфрейм, мысалы үшін айлық таймфреймді аштым да, мен примерно уже айта салдым, анықтауға болады деген сияқты. Енді егер мен суинкқа басқа акция қарайтын болсам, жаңа мына жерде бір кісі екінші акцияны жазды, РМД дейді. РМД. Міне, так, бұны да старый анализ удалить етіп тастай салайын қазір. Айлық таймфреймнен не көреміз? Компания 95-ші жылдан бері келе жатыр. 95-ші жылда өте минимальный бағадан басталған. Яғни қанша жыл бойы, 2013-ке дейін ба, 2016-ға дейін қатты жинақтау фазасында болған, сосын қатты өсірген. Яғни компания бір күшті жаңалықтар шығарған, соның әсерінен өскен, қазір уже жақсы нәтижеге жеткен компания, но соңғы уақытта құлаған екен, иә, құлаған. Енді қарасаңыздар, қазір бұл құлап кетуі де мүмкін, немесе өсіп кетуі де мүмкін. Пока андай неизвестный нәрседе тұр. Дұрыс па? И осындай компанияларды біз уже ары қарай тереңірек зерттейміз. Мысалы үшін, апталық таймфреймге барып қарауымыз мүмкін, дейли таймфреймге барып қарауымыз мүмкін. Себебі біз уже бұл компанияны неге алмаймыз? Инвестицияға алуымыз да мүмкін, но алу үшін біз жақсы бағаларды уже анықтауымыз керек. Себебі компания дивидендный компания екен. Мына көрдіңіздер ма, дивиденд береді екен. Мына жерде жазылып тұр. Яғни дивиденд береді, дивиденд мөлшері 1/10
15%. Дивидендный компаниялар өте тұрақты болады, стабильный болады, яғни стабильный өсіп отыратын компаниялар. Глобальный тренд, глобальный трендті айлық таймфреймде анықтаймыз. Стабильный өсіп отыратын компаниялар. Енді мына жерден мен тренд глобальный сататын болсам, примерно мына жақтан басталған ғой. Яғни әлі құлауға примерно шансы бар, астына қарай трендке дейін құлауы мүмкін. Или даже мына жерден бір рет көтеріп немесе консолидация болып жүріп, мына консолидацияны қайталап, сосын барып келіп кетуі де мүмкін. Яғни бұны біз уже долгосрокқа қарастырмаймыз, бұны средний срокқа қарастырамыз бұл компанияны. А средний срокқа қарастыруымыз үшін біз уже кіші таймфреймге барып қараймыз. Кіші таймфреймдерде тоже біз тренд сызамыз, қараңыздар, мына жерде апталықтан тренд сызам, мына жақтан даун тренд сызам. Яғни треугольник болып келген, треугольникті астыға қарай бұзып кеткен. Значит, не дальше құлаймыз деген сөз. Дальше құлаймыз примерно мынау неге дейін шығар. Астындағы глобальный трендке дейін шығар. Глобальный тренд, мына жерде консолидация бар. Одан төмен ложный пробой бар. Екі ложный пробой бар екен. Яғни примерно осы уровендерге дейін құлап, 171-ге қатты келмейтін шығар. 183-тен көтеріліп кетуі мүмкін. Но ол тоже қазір емес, әлі жүреді деген сөз. Әлі жүреді, потому что мына жердегі уровеніміз біздің қатты көтерді. И бізде дневкада сызатын трендіміз қандай болады? Дейтрейдерлер біледі. Яғни дневкада біз соңғы жылдың трендін ғана сызамыз. Міне соңғы жылда бізде даун тренд, қазір даун трендті бұзайын деп тұр. Көрдіңіздер ме? Сонда мен уже глобальный таймфреймнен келе жатып, уже қанша тренд сызып тастадым да. И соңғы трендім қазір мен даун трендті бұзса, онда мына даун трендке дейін барады. Мынаны бұзса, мынаған дейін барады. Бұза алмаса, ол қайтадан құлайды да, мына жерден қайтадан күш алып көреді. Осы жерден тағы күш алып көреді. Задача қазір мына даун трендке дейін өсу. Осыған дейін өсу болып тұр. Себебі мына уровеніміз көтерді фитильмен еще. Хаммер свеча жоғары қарай тренд кететіндігіне сигнал беріп тұр. Поэтому кішкене өсіп, мынаны бұзып, ретест жасауы да мүмкін. Сондықтан бұл акцияны, кажется, неге дейтрейдингке де анализ жасауға болады. Но мен уже глобальный картинасын айтып тастадым. Да? Қазір консолидация болып жүр. Соңғы қанша күн болған консолидация? Вот мына күннен бері 7 күн консолидация болған. Тағы бір 2-3 күн консолидация осыны не істесе, как раз на даун трендті жоғары қарай жарып шығады. Акцияның АТР жақсы, оның үстіне. АТР-ымыз $6. $6 жарып шықса, примерно барады мына бағаларға дейін. Өздеріңізге бір не істеп алсаңыздар болады, өлшеп алады. 231 деген бағаларға дейін барады. Но бұл уже қараңыздар, уже орта мерзімді суинг болып кетеді. Неге? Себебі даун трендті жарып шығып, мына жерге дейін келуі де мүмкін. Келіп, откат беріп, қайтадан ретест жасап, сосын барып 231-ге бару мүмкін. Сонда бізде уже 2 тейк пайда болады екен. Мына жерге тағы бір уровень жасайын. Бұл сонда средний срок. Егер мұнаға дейін ұстасақ, 218-ге бұл қысқа суинг болады, 231-ге дейін ұстасақ, орта суинг болады. Ал егер біз жоқ, бұл бұзып шығады деп инвестицияға ұстасақ, бұл бірақ просто өте көп күтіп қаламыз. Бұл акцияны пока только қысқа мерзімді және орта мерзімді суингтерге ұстауға болады. Давайте бір дейтрейдингке бір не қарап көрейік. Акция. Тикерін айтыңыздар.
Дейтрейдерлер қазір қандай акцияларға жасайды в основном? Палантирге жасайды білем, иә. Палантир бірақ халал емес ол. Палантирге жасайды. Тесла, иә, Теслаға жасайды. Тесланың графигін өзгендей айтып тастаған сияқты едім. Қазір Тесланы да көрейік. Nvidiаға жасайды, иә. Так, давайте Тесламен, сіздердің айтқан акцияларыңызды көрейінші. Тесламен Nvidiаға жасап көрейік, иә. Менде вот суинг анализді просто түсіндіріп кете салайын. Суингте мен Теслаға былай анализ жасағам. Ана жолы біз мынау неден шыққанын бір рет ұстадық. Мен инстаграмға салдым ғой, помните, рилс қылып. Осы жерден сигнал бердім. Өзім 48-ден ба кірдім, короче. Сөйтіп ұстап, мына жерден откат алғаннан кейін ретест жасағаннан шығып кеттік. Негізі ретест мен төмен бағаларды күткен едім, ол бағаға келген жоқ. Ол 63-тен ба содан көтеріліп кетті. 63-тен қайттан келсе мына бағадан алуға болады деген, сол 84 консолидация жасап, қазір 406-ға барып келді. Негізі Тесланың задачасы болды, уже мынада бұзып кетті ғой мынаны. Енді бұл мына жерде уже аптренд создавать етіп қойды. Осы аптрендпен жайлап өседі енді. Просто мына жерден аптренд сызып аламыз да, дальше. Аптрендтен қайтадан құлағанын күте береміз. Келесі жолы кіру үшін. Все, осы бір компанияға негізі суингте оңай да, бір компанияға анализ жасап қойдыңыз ба, сол анализбен ұзақ мерзімде уже ұстай бересіз. Аха, мынау мынамен кетіп бара жатыр екен деген сияқты анализдеріңізді өзгертіп кете бересіздер. Например, қазір мынау 418 деген уровеньмен кішкене жоғары сызып қойғам ғой, міне. Көрдіңіздер, мына фитильден сызсам, мен тура осы уровеньнен не істеп тұр, откат алып тұр. Откат алып тұр. Қайтадан келіп гэпті жауып кетуі де мүмкін. Жауып кетуі мүмкін. Себебі мына жерде ол консолидация создавать етіп қойған еді, сол консолидация уровеніне ретест жасайды да, сосын барып қайтадан жоғары кетеді. Бұл мен қазір суингке айтып жатырмын. Жоғары кетеді, и ол 450-ге барады, но 450-ге барғанда да ол сразу резко бармауы мүмкін, былай 430-ға барып, кішкене құлап, сосын барып былай баруы мүмкін, да. Негізі ары қарай бұл өте жоғары бағаларға барады Тесла. Потому что Фибоначчимен қарайтын болсақ, бұл қазір үшінші волнаны, так, төртінші волна енді аяқтады ма? Әлі бесінші волнамыз бар. Я запись жасап жатырмын. Так, өшіріп тастаймыз, давайте дейтрейдингке қараймыз. Дейтрейдингтің анализінде негізі олар дневка таймфреймнен бастап қарайды. Дневкадан бастап и кешегі күннің цена закрытиясын сатады. В основном кешегі күн цена закрытия. Жасыл свеча астынан ашылады, жоғарыдан жабылады. Цена закрытия давайте қызылмен сызайық. Потом 4 сағаттыққа өтеді да, бүгінгі свечаның несін сызады. Так, бүгінгі свечаның премаркеттен ашылу бағасын сатады. Міне, премаркет астынан ашылды. Кішкене гэппен ашылды, $2 гэп. Қатты не значительно. Вот, гэпті серыймен сызып қойдық да. И кешегі күннің, так, премаркет есть high lows, вот, премаркет high, сразу содан ұшып кеткен. Так, лоумыз кешегі цена закрытияға кішкене жақын тұр, поэтому уровень сызбаймын. Yesterday high мына уровень болып тұр. Yesterday low мына жақта болып тұр. Да? Yesterday low. Сосын ключевой уровень қараймыз. Ключевой уровень дегеніміз соңғы уақытта барып кеткен уровень. Например, міне, соңғы уақытта мына уровеньге барып кеткен. Да? И мына уровеньге барып кеткен. Мына фитильдерді көріп тұрсыздар ма? Просто фитильдер алып жатырмын. Одан асса мына жерде. Дәл солай астынан да солай сызамыз. Міне ключевой. Все. Енді не істейміз? Просто 5 минуттық таймфреймде рынок ашылған кезде күтіп отырамыз.
рынок ашылды. Рынок ашылғанда міне баға премаркеттен емес, одан төмен ашылды да резко ұшты. Жоғары қарай ұшты, яғни мынау премаркет хайды бұзып өтіп кетті. Премаркет хайды дистрибуционный бұзып өтіп кетті. Қайтадан келіп ретест жасаған кезде кіруге болады. Қайтадан себебі бастапқы үш свеча ол өте андай волатильный свечалар да, манипуляционный свечалар деп аталады. Бастапқы 5 минуттық үш свеча, яғни 15 минут переждать, потом только сделкаға кірсеңіз, ол сізде қай уровеньнен беретінін ТВХ-ны белгілі болады. Қараңыздар, қайтадан келді, премаркет хайдан ТВХ берді. Вот осы жерден сделкаға кіреміз жоғары жақтан. Сөйтіп келесі ключевой уровеньге дейін ұстаймыз. Ключевой уровень 416 еді. Оған недобитие болды, қараңыздар, иә. 415-те 83-тен қайтып кеткен. Яғни недобитие тигізбейді, тейкке тигізбейді да қайтып кетеді. Сосын қайтадан келді да осы уровеньге дейін құлады. Так, мен дауысым естіліп тұр ма? Қайтадан осы уровеньге дейін құлады. Енді дальше қараймыз не болып жатыр. Уровеньді бұзып өтіп кеттік. Қай уровеньге дейін құлаймыз? Қай уровеньге дейін құлаймыз? Қалай ойлайсыздар? 401, аха, 401 бізде yesterday high. Яғни yesterday highға дейін құлаймыз. Одан кейін yesterday highды бұзып кетсек, вчерашний high ғой, вчерашний highды бұзып кетсек, негізі оның задачасы мына цена открытие бар ғой, гэп. Гэпті бұзу, гэпті бұзса, мынау неге дейін барады. Яғни осы жерде мынау 3 уровень қатарынан тұр, иә. Осы жерде 3 уровень қатарынан тұр. Осы уровеньдерге қайтадан келіп, не істеу мүмкін? Мына жерде былай жүріп қалу мүмкін да, мынандай қылып. Осылай жүріп қалу мүмкін. Осы 3 уровеньнің ортасында. Потом келесі күні уже белгілі болады қай жаққа қарай баратыны деген сияқты. Негізі бұл жерден в основном дейтрейдерлар лонгқа қарамайды, сделка шортқа қарайды. Потому что вот мына уровеньнен шорт ашады да, мына жаққа дейін күтіп отырады. Кейбір скальперлер бар, лонгты да ұстайды, шортты да ұстайды. Анандай бір заңдылық бар ғой, премаркет текущая цена премаркет хайды бұзып кетсе, лонгты да ұстаймыз деген сияқты, максимальный лонг болады. Мына жерде уже ключевой уровень қайтарып тұр да, сол себептен лонгта шортта беріп тұр. Егер дәл осы мына болмай астына түсіп кеткенде не болатын еді? Примерно айта аласыздар ма? Жоғары қарай кетпей, сөйтсе сразу құлап кеткенде не болатын еді? 385, аха. Так, екі вариант бар. Ол құлап негізі лонг беру де мүмкін еді. Себебі қараңыздар, бірінші уровень yesterday high тұр. Yesterday highдан лонгқа кетіп қалу мүмкін еді. Немесе гэптан, немесе цена закрытиядан лонгқа кетіп қалу мүмкін еді. Яғни 3 вариант, 3 ТВХ қарастырамыз, осыдан лонгқа кетіп қалады. Егер бұзса, онда осы уровеньдерден біз шортқа ұстаймыз 385-ке дейін деген сияқты. Яғни білесіздер ме, дейтрейдерлер екі вариантты всегда қарайды ғой. Екі вариантты да қарайды, лонгта, шортта қарайды ғой. Бүгін лонг, бүгін шорт деп қай кезде ғана айтады? В основном премаркетте гэп болып ашады ғой, үлкен гэп болып. Мысалы үшін маркет бағамыз мына жерден жабылды да, премаркет мына жақтан ашылды да, сосын олар айтады, біз бүгін шортқа ұстаймыз дейді. Неге? Себебі кешегі мынау гэпті жабу керек. Осы жерден алады да резко құлайды деген сияқты ше. Өз дейтрейдингтің заңдылықтары бар, короче, сонымен қарайды. Nvidia-ны көрейік.
дәл солай бағанағыдай нені қараймыз. Nvidia глобальный картина бойынша консолидацияда жүрді, консолидацияны бұзып шықты, ретест жасады, енді ұшып кетіп бара жатыр уже алды артына қарамай. О дальше кете беруі мүмкін. Примерно қай баға екенін қазір айтамын. Ой, теріс қарапсыз. Так, 288 ба, 288, 290 примерно сол бағаларға барады ол. Так, дейтрейдинг қарайық. Бізде уже жоғарыда хай баға жоқ. Nvidia'да хай баға жоқ вообще. Мынау исторический хайды перехайт етіп кетті уже. Көрдіңіздер ма? Ол перехайт ету үшін консолидация жинап алды. Әбден жақсылап жинап алды. Қанша? 1,5 жыл бойы жиналды ғой, короче, міне. Июльдан бастап жинапты. Так, июльдан бастап, аха. 25-тің июлінен бастап бүгінге дейін жинаған. 1 жыл ма? 1 жыл, иә, 1 жылға таяу жинапты. Сөйтіп атты ғой, короче, жоғары қарай. Кешегі күннің цена закрытиясын аламыз. Негізі дейтрейдерларға тоже суинттің анализін білген жақсы. Цена закрытия аламыз. Гэп болған. Гэп болған. Премаркет хай. Мына жерде. Премаркет лоу мына жерде. Yesterday хай мынау неге жақын болып тұр? Цена закрытияға сызбай ақ қоям. И yesterday лоуым өте төмен болып тұр астында. Негізі олар исторический гэптерді жасады. Исторический гэп дейтрейдерлар, мысалы үшін мынау исторический гэп қой, мынау осы уровень жасады. Одан кейін келесі исторический гэп мынау. Яғни осыны жасады деген сияқты ғой. Ключевой уровень деп соныларды алады да негізі. Міне 218 бұл прежний хай. Мына жерде анау СНРден қайтып тұр ғой, мына жердегі СНРден қайтып тұр. Так, 5 минуттық таймфреймге барамыз. Сделканы көреміз. Ашыла салып не істеген? Құлаған. Неден күш алды? Қай уровеньнен күш алды? ТВХ қай уровеньнен берді? СНР деген бір стратегиясы бар дейтрейдерлардың. Мынау премаркет лоу бар ғой, мына премаркет лоу, содан күш алды. Премаркет лоудан лонг ұстады. Неге дейін? Ключевой уровеньге дейін. СНРге дейін. Одан шортқа кіруге болатын еді, но шорт әлі неизвестный болып тұр. Мына жерде анау двойной паттерндар бар ғой. Двойная вершина, двойное дно деген сияқты. Сол паттернға келіп тұр, дальше құлайтын сияқты. Паттерн бойынша алатын болсақ. Қазір алдап тұр ғой деймін. Қайтадан сол 206-ға иә құлайтын сияқты. Паттерн бойынша. Бүгін қарап көрсеңіздер болады. Демо счетта. Егер қазір мынаны көтере алмаса, сосын дейтрейдерлар не жасады ғой, локальный тренд жасады ғой. Айтуды ұмытып кетіппін ғой. Локальный тренд жасады, білесіздер ме, 1 сағаттықта. Глобальный тренд жасады, нефкада бар болса, сосын локальный тренд жасады. Мына локальный трендті бұзып шықтық, кетіп бара жатыр. Тренд, аптренд. Но аптренд әлі қалыптасқан жоқ, как раз бүгін құласа, мынау жерін қалыптасады примерно.
меніңше Nvidia енді осы аралықта консолидация жасайды ау біраз. Сосын барып кететін сияқты. Бір рет ұшып қойды, энергиясын таусытып қойды ол. Так, осы разницасы дейтрейдинг пен свинг трейдингтің қайсысы сіздерге ұнады? Ой, свинг трейдингтің ТВХ қалай кіреміз? Көп қой оның нелері ше. Бір сабақта айтылып бітіру мүмкін емес сол стратегияларын. ТВХ-ға подтверждениялар деген бөлек сабақ бар. Таймфрейм, қай таймфреймді қараймыз деген. Андай ғой таймфреймдер не сияқты ғой, например, тугис сияқты ғой. Глобальный картина. Тугисті бірінші ашқан кезде Қазақстан көрінеді полный, сол сияқты. Яғни айлық таймфреймді алсаңыз бүкіл картинаны көресіз, одан кейін кішкене облысты көресіз, апталық таймфреймге деген сияқты. Сосын ары қарай нені көресіз, қаланы көресіз, район, микрорайон, улица деген сияқты сөйтіп кете бересіз ғой төмен қарай таймфреймде. Так, уровеньдерді дұрыс сызу. Уровень сызудың тегін сабақтары тұр менде YouTube каналда. Сол жерін қараңыздар. Өте оңай түсіндіргем. Теп тегін тұр. Трейдинг жеңіл тілмен деп іздесеңіздер болады ше. Менде ютубта біраз сабақ бар еді негізі. Қалай бүгінгі сабақ ұнады ма? Кері байланыс беріп жүрсеңіздер, бұндай ақпарат естіген бе едіңіздер жалпы? Так, сұрақ түсінбедім ше. Айфон деген есіміз кім? Неден түсіндіріп жіберіңізші, аудиомен ше, түсіндіріп жіберіңізші. Сіздер микрофон ашық қой деймін, сұрақ қоя берсеңіздер болады. Шу болып жатыр ма? Түйіскен, не түйіскенді айтып жатсыз именно? Индикатор. RSI ма? QQE. Сол QQE тоже RSI бір ғой. Негізі мен индикаторға қатты қарамаймын. Индикатор ол самый соңғы вариант деп ойлаймын мен. Индикаторға сеніп қалуға болмайды. Айлық таймфреймде индикатор ол глобальный картинаны көрсетеді. Айлық таймфреймге вообще сенуге болмайды. Айлық таймфреймде индикатор төмен жақта тұрса жақсы, 30-40 айналасында жүрсе жақсы. Бірақтан да егер ол не болса, қалай айтсам болады, 60-70-те жүрсе, ол хай бағада жүр деген сөз да. Мен мысалы үшін мынау қазір маған RSI-ді қоссақ, Nvidia-ға, бұл точно жоғары бағаны көрсететін шығар. Міне көрдіңіздер ме? Жоғары 60-70 көрсетіп индикатор, потому что хай бағада жүр. RSI сол QQE индикаторы, мысалы QQE индикаторы тең RSI мен MFI-ның қосындысы. RSI плюс MFI. Екеуі бір нәрсеге жауап береді. Яғни перекупленность, перепроданность деген нәрсеге жауап береді. Жоғары бағада жүр, егер индикаторға сенсем, мен мынаған вообще сделкаға кірмеймін. Потому что хай бағада жүр деп. Егер мен жалпы рыноктың жүрісін білетін болсам, онда мен кірем рисковать етіп. Себебі бұл ұзақ уақыт, бір жыл бойы консолидацияда жүрді, ретест жасады, уже консолидацияның төбесін, коробканың төбесін жарып шықты, флетті, яғни жоғары қарай дальше әлі ұшады деген сөз. Рисковать етуге можно деп кіретін едім. Ал мен тек индикаторға сеніп отыратын болсам, мен кірмейтін едім.
Но чисто индикаторға, ботқа сенген дұрыс емес. Мен өз басым қолдамаймын оны. Ол соңғы вариантта қарастыруға болады. Мен өзім сабақтарда үйретемін индикаторға қарауды, но индикаторды мен соңғы сабақтарда беремін, прям соңғы сабақтарда, потому что ол тек қана өзіңді тексеру үшін арналған нәрсе. Мысал үшін анау болады ғой, рынокқа шығасыздар, боксқа. Сол кезде рынокқа шыққан кезде сіздер сразу спаррингке шығармайды ғой, спарринг деймін, не дейді, сразу төбелестіруге шығармайды ғой, яғни бірінші жаттықтырып алады деген сияқты. Бірінші сіздің выносливостьіңізді арттырып алады, әбден бүкіл техникаларды үйретеді, сөйтіп соңында уже ана репетиция болған кезде ғана сондай спаррингтерге шығарады ғой, дәл сол сияқты. Яғни индикатор бұл соңғы моментте ғана өзіңізді сынау үшін берілген нәрсе. Яғни анализім дұрыс па, дұрыс емес пе дегенді көрсету үшін, өз өзіңді тексеру үшін қолдануға болады. А так чисто индикаторға сеніп сделкаға кіру ол ақмақтық деп ойлаймын. Потому что индикаторда эмоция жоқ, индикатор рыноктың жағдайын болжай алмайды, индикатор инвесторларды ақтарып біле алмайды, индикатор макроэкономикада не болып жатыр біле алмайды. Инвестицияны любой суммадан бастай бересіз. Қазақстан акцияларына тем более. Қазақстан акциялары 600 теңгеден бастала береді ғой. Тем более Қазақстан қор нарығына сіздерге налог төленбейді, спокойно жұмыс жасай беруге болады. Кстати, сол инвестиция бойынша менде мастер-класс өтейін деп жатыр. Алла қаласа, қаншасына қойдық біз? 13-не қойдық қой деймін. 13 күні сағат 10-да келесі аптада Шымкент қаласында 2 сағаттық инвестиция бойынша мастер-класс өтіп жатыр. Қазақстан акциялары халалдары да бар, харамдары да бар. Қалай ажыратамыз, қай приложениені қолданамыз, қалай сатып аламыз, полный көрсетіледі. Именно сигналдар беріледі инвестицияға, қазір мынаны сатып ал деген сияқты. Қазақстан акцияларының тізімі кассе-де бар ғой, кассенің сайтына кірсеңіздер болады. Жоқ, офлайн. Мастер-класс офлайн болады, конференц-залда. 13 май күні сағат 10-да. Онлайн жалпы керек па бұндай ақпарат? Біз онлайн беріп көрген едік, таргет что-то қатты атпады да, содан кейін керек емес па деп, жоқ, трансляция болмайды, ондай трансляция жасауға неміз пока өспедік ондай дәрежеге дейін да. Менде қазір марафон жоқ қой. Марафон жоқ. Оның орнына мини-курс істеп қойдық. Марафон бұрын біз тек қана теориялық сабақ беретін едік қой. Қазір бір апта теория, бір ай мен не жасап қойдым. Практика. Мини-курста әрине болады, меңгеріп шығуға болады. Просто любой мамандықты меңгеріп болғаннан кейін сізге опыт керек қой. Опытсыз сіз по-любому өсе алмайсыз да. Негізі трейдингті қазір білмеймін, инстаграмда көрсетіп жүргендер андай не істеп тастаған ғой, жеңіл сала деп көрсетіп тастаған ғой. Бұл бастапқыда өте ауыр сала. Бастапқы уақытта қиналып, миды қинап жұмыс істеу керек сала. Барлық адам трейдингті алып кете алмайды. Мен сол себептен мини курс жасағам. Бүкіл курстарда мысалы басқалар
400 мың 500 мыңнан сатып жүрген ақпараттың барлығын мини курста 50 мың теңгеге үйретеміз да, сосын бір ай менімен практиковать етіп көресіздер. Бір айдан кейін сіздер жоқ, мына сала менікі емес екен, бір ай бойы миыма түк кірмеді, менің ары қарай бұл салаға қызығушылығым жоқ дейтін болса, пожалуйста, уже 50 мың теңге, $100 адамдарға не жалко да бұл саланы тастап кетуге. Просто мен қымбат курстарда куратор болып жұмыс істеген адам ретінде айтайын, көп адам келіп алады да курстарға 300 мың 400 мың төлеп келеді да, и тастап кетейін десе 300 мың теңгесі жалко, тастап кетпейін десе ары қарай алып кетуге қызығушылығы жоқ, сосын жүреді ана жерде не рыба не мясо болып ары бері шайқатылып уже адамның уже ішінде өзін өзі жеу сезімі басталады да. Поэтому адамдарға осындай мүмкіндік керек деп шешіп, осындай нәрсе жасап қойдым. Мен негізі жарты жыл бұрын бастаған кезде тек қана марафон, яғни теориялық сабақты ғана бастап жүргем, осылай түсіндіріп, оңай жолмен деген сияқты. Қазір адамдарға уже практика керек екенін түсініп, менімен бірге практика болсын, сигнал чат пайдалансын, жаңа 50 мың теңгесін қайтадан ақтап алсын деген мақсатта сондай практика қосып қойдық бір ай. Қатысам деушілер болса, қатыссаңыздар болады. Кстати, мынау менеджерге жазсаңыздар, осы қыз тіркейді. Так қашан басталатынын білмеймін, честно білмеймін. Мен осы потокты әлі аяқтап болған жоқпын. Оларды реал шотқа енді көшіріп жатырмын. Осы номерге жазсаңыздар, айтады, иә, қашан бұл. Басқа бизнес невыгодно. Мен өзім бизнес ашқан адам ретінде айтайын. Мен салон красоты ашып, 6 ай бойы оны сүйреп, сосын минуспен сатқан адам ретінде айтайын. Мен трейдингке нөлден бастап келдім. Мен $60 бастадым. 1,5 жылда $6,500 көтердім. И қазір уже маған ақшаны айналдыру жеңілдірек. Себебі неге? Себебі мен нөлден бастап көтерілдім. Яғни ақшаны аздан бастап көтерген адамда уже психологиялық дайындық басталады. Ол адам уже ақша жоғалтуға қорықпайды. Оның уже не дейді, мышлениясы, рухани жағы барлығы ретмен көтеріліп отыр да. Яғни оған бац деп жаңағы 6,5 миллион теңге сразу келе салған жоқ. Яғни ол жайменде по лестнице көтерілді да, содан кейін ол адамға уже жеңіл болады. Бұл салаға уже мамандық ретінде қарай бастайды деген сияқты. Ал егер адам ойбай мен тез ақша табуым керек деп келетін болса, ол, конечно, жаңағыдай хай-юздеға ұрынады, дейтрейдингқа ұрынады, сөйтеді да, мен тез байуым керек деп бүкіл ақшаны салады, жұрттан қарыз алып, кредит алып, одан кейін минустың түбінде отырып қалады да біраз уақыт. Ол минуста отыру деген ол тек қана минуста отыру емес қой, еще депрессия бар, адамдарды қарыз болу деген өте жаман состояние. Оның бәрінен шығу одан кейін қатты күшті талап етеді. Поэтому трейдинг бәріне арналмаған, но егер қызығушылығы мықты болып жүрген адамдар болса, вот күшті нәтиже шығаруға өте жақсы мамандық. Мен қазір мысалы үшін ұлым 5 жаста ғой, 5-ке толды. Ол уже түсінеді да, мен ноутбук ашсам, мама сен жұмыс істейсің ба деп айтады. Яғни ол 5 жаста уже түсінеді. Сен жұмыс істейсің, сен ақша табасың ноутбукпен отырып. Значит, ол 10 жас, 15 жаста ол уже трейдингке қызық бастайды. Мен оған уже 100% уверенмін да. И мен оған үйрететін болсам, ол 18 жасына дейін уже миллиондап ақша табатын болады. Яғни қазір өздеріңіз үшін оқымасаңыздар да, хотя бы бала шағаның болашағы үшін инвестицияға салып қою үшін ақшаны, просто бір пенсияда күшті өмір сүріп жүру үшін ақша салып айналысуға керек мамандық деп ойлаймын. Тек қана қазір байып кету үшін емес. Андай срочно байып кетейін деген мамандық емес бұл. Бірақ бұл жерде ақша көп, реально көп. Просто ол ақшаны алатын психология дайын болу керек. Болашақ, осы жерде. Қазір енді анандай не дейді, курс сатып жатқан адамның саны көп, сапасы нашар болып тұр ғой, өкінішке орай. Бірақ иншалла болашақта не болады ғой,
саны азаят уже жаңағыдай курс дұрыс нәтиже шықпайтын, хейт жасап уже адамдар түсіне бастайды, бір екі рет алданған екен әлі де шығып жатыр ғой, мысалы үшін уже мынаған жоламаңдар, анаған жоламаңдар деген сияқты, жаңағыдай бот сататындарға жоламаңдар деген сияқты нәрселер мини курста инвестиция тоже айтам, айтам сода. Сондай нәрселер болады да, яғни уже сан көбейген сайын сапа артады, ол рас. Мысалы үшін баяғыда 5-6 жыл бұрыншы халал кафелерге сұраныс аз еді ғой. Мысалы қазір не көп, халал кафе көп, иә. Дәл сол сияқты қазір трейдингке сұраныс көп, 5-6 жылда халал трейдингке сұраныс дәл сол сияқты артады деп ойлаймын. Сол мақсатта жұмыс жасап жатырмыз, осылай тегін сабақ үйретіп жатырмыз. Минуста жүргендер, харам трейдингте жүргендер көзін ашсын, көрсін, бұл нәрседе адал табыс бар екенін көрсету үшін барынша контент жасап, жұмыс жасап жатырмыз. Иншалла, алла тағала сауаптан жазсын. Тек қана бұл дүниеге емес, екі дүниелік азық болатындай жұмыс жасап жатырмын, иншалла, ниетім сондай. Психологиялық көмек қажет, иә, оны білемін мен. Менде психология бөлік аудио подкасттар бар, именно шәкірттерге беретін. Мен 10 жыл бойы психологиямен айналысқанмын, консультант болып жұмыс жасағанмын, поэтому қазір рухани білім, шариғи білім алып жатырмын. Яғни бүкіл комбо нәрселерді ала аласыздар, келсеңіздер. Сосын менен консультация алып, сабақ алып, трейдингпен емес, еще қосымша бизнес ашып кеткен, қосымша жұмыс істеп кеткен адамдар да көп негізі, жаңағыдай. Яғни просто айтамын да мен ол адамдарға, трейдинг саған ақша келетін бір ғана жол емес. Сен алла тағаладан просто ақша сұрайсың, мақсат қоясың, сол мақсаттың жолында жұмыс жасайсың, и все, саған алла тағала оны басқа жақтан да беруі мүмкін, саған трейдингтан да беруі мүмкін, инвестициядан да беруі мүмкін, басқа бизнестен да беруі мүмкін. Өзіңнің қабілетіңді шыңдасаң, может, сол қабілетің арқылы басқа жұмыстан беруі мүмкін деген сияқты. Яғни негізі ризықтың келетін каналдары көп қой, біз просто бір нәрсеге байланып қаламыз да, яғни трейдинг па, все, трейдингтан ғана ақша табуым керек деп. Иә, таба аласың, конечно, қосымша, но басқа жақтан да саған ақша келеді ғой. Поэтому бір ғана неге жабысып қалмау керек та, алла тағалаға шарт қойып ше. Вот мен только осыдан баюым керек деген нәрсе жоқ. Мен ба қазір, ой, мен вообще минимальный уақыт беремін ғой. Жарты сағат бөлетін шығармын анализ жасауға. Мен лайфтарыма қатысатын адамдар біледі ғой. Біз 1 сағаттың ішінде бір 20-40 акцияны талдап тастаймыз ғой. Портфель көп болса, көбірек таба бересіздер ғой. Мысалы үшін бір сумка алып сатсаңыз, үстіне 500 теңге там пайда табасыз, не 5.000 теңге пайда табасыз деп айтайық. Сіз бір сумка емес 10 сумка алып сатсаңыз, сіз 50.000 теңге пайда табасыз. Дәл сол сияқты $100 сауда жасасаңыз, мысалы кеше новый счеттан 2 аптада $20 комиссиясын алып тастағанда таза $20 көрдім да, 2 аптада. Енді уже мен келесі жолы $120 сделка жасап жатырмын. Яғни ол 2 аптада тағы да мүмкін $40 болуы мүмкін, иә. Одан кейін мен уже $160 сауда жасаймын деген сияқты. $160 кейін, яғни баға, портфельдегі ақша қаншақты көбейген сайын, соншалықты сіздің табысыңыз да көбейіп отырады ғой. Қазір мен уже 6,5 мың, $7.000, так 7.000-нан асты ғой, 7.000-нан астам ақшамен жұмыс жасаймын. Яғни мен даже уже есептемеймін да, если честно, ай сайын қанша тауып отырмын деп. Просто портфельді көбейтіп жатырмын, все. Өзі жылдың соңына дейін портфельді мынанша суммаға көбейтемін деген сан бар, сонымен жұмыс жасаймыз, короче. Сіздер бастапқы уақытта келдіңіздер ма, жылдың соңына дейін бір портфель $5.000-ға көбейтемін деп сондай мақсат болу керек та. Яғни тест байып кетемін деген мақсат дұрыс емес. Жылдың соңына дейін портфельді $5.000-ға көбейтемін деген мақсат дұрыс.
яғни уже детально да. Сұрақ қойсақ бола ма? Иә, иә, болады. Біз сол жерге көбейтеміз деп сіз айттыңыз ғой. Ол жерде ақша бір жаққа кетіп или тупо алынып, сондай случайлар болмай ма? Мысалы біз фридомнан алып жұмыс жасап жүрміз да, фридом брокермен. Жоғалып кетпейді ғой дегенім ғой, иә? Мысалы, алло, Ақерке ханым. Иә, иә, түсіндім, сұрағыңызды түсіндім. Жоқ, ондай нәрселер болмайды. Қараңыз, сіздің портфеліңізге сіз ғана басшылық ете аласыз, егер маржа пайдаланбасаңыз. Яғни тек қана өзіңіздің ақшаңызбен сауда жасасаңыз, сіз брокерге звондап, колл-центрге любой уақытта шеше аласыз. Неге сендер менің портфелімнен мынанша ақша жоғалып кетті деген сияқты. Потому что олардың басы екеу емес. Иә, тем более международный брокер болғандықтан олар любой нәрсеге қатты немен қарайды. Одан кейін сіздің портфеліңіз 10 мың доллардан асқаннан кейін сізге персональный менеджер береді. Яғни Freedom Broker персональный менеджер береді да, ол менеджер и то сіздің сделкаңызды ашып жаппайды, ол просто сізге подсказка береді. Мысалы Freedom менеджерлерге, например, мына акцияны алуға болады деген сияқты сигналдар беріп отырады, сол сигналдарды сізге WhatsApp-қа жіберіп отырады деген сияқты да. Вот сондай. Сосын брокер сіздің жұмысыңызға вообще араласпайды, вообще. Ол тек қана ақша табады спредтен и комиссиядан, болды. Зато брокерде сізде страховка бар, сіздің акцияларыңыз брокер сақтайды, акцияларыңыз туралы жаңалықтар шығарып отырады, сіздің атыңызға аударып береді деген сияқты. Сіз сатқан кезде сіздің ақшаңызды қайтарып береді, яғни сол моментте түсу, соның бәрін жұмыс жасайды брокер. Сіз любой конфликтный вопроста, любой форс-мажорда сіз звондап колл-центрмен шеше аласыз. Енді ондай случайлар білмеймін, болған да шығар, бірақ біздің практикада болмады. Жақсы, түсінікті. Тағы бір сұрағым бар еді. Сізде мынандай курсты алған соң, бір ай сигнал канал берем дедіңіз, иә? Иә. Онлайн курста ма жазылған? Ал егер де бір айдың ішінде біреу алып кетеді, біреу алып кетпейді, одан кейінгі сигнал каналыңызды алып тұрса бола ма? Иә, иә. Болады, ол кезде уже платно да? Платно қосыла береді уже. Сіздің сигнал каналыңыз ары қарай жұмыс жасай береді негізінен, иә? Иә, осы сигнал каналда өзі отырған шәкірттер бар осы уақытқа дейін, бір жылдан бері. Все, рахмет. Мгм. Жақсы, пайдалы болды деп ойлаймын, иншалла. Налог жайлы сабақ болады, негізі налог төлеу, қалай төлеу керек, нюанстарын бәрін айтатын боламыз. Жоқ, егер табыс плюспен жапсаңыз, сделка все табыс болып саналады ол. Годовой отчет көретін жер бар ғой, Фридом өзі шығарып береді сізге. Таблицамен шығарып береді. Мына акцияны мынаншамен саттың, мынанша комиссия ұсталды, мынанша доллар болды деп бәрін шығарып береді. Олар заңды брокер болғаннан кейін олар до копейки санайды, от 0,0 центтеріне дейін санайды. Тиындарына дейін санайды. Пайдаксты білмеймін, мен пайдакспен жұмыс жасамаймын. Басында жасап көрдім, пайдакстың просто нюанстары өте көп болды. Сол себептен пайдакстан шығып кеттім. Неге мен фридоммен де жасаймын? Потому что фридомда Қазақстан акцияларына сатып алуға болады, ETF-тарды сатып беруге болады. Пайдакста только американский акциялар, и то барлық акция жоқ ішінде. Поэтому сондай нюанстар бар да, короче. Поэтому пайдакспен жасамаймын. Фридом брокермен жасаймын. Ерке ханым, сізден онлайн курсты алып, бірақ майдың соңына қарай оқыса бола ма? Негізі алдын ала предоплата жасап, келесі Болады, айда иә. ма, майда емес, келесі айда ма предоплата жасап, Так, просто бізде қазір, қазір келесі курс қашан болатыны белгісіз ғой. Келесі поток ше, қыздардан сұрау керек еді. аха, То ли 11-не, то ли 18-не ма, сондай еді. просто жұмыстармен қарбалас болып кетейін деп жатыр да, жұмыспен кейде шаршап келесің, и қатысқан кезде енді курсты алған соң мұқият бәрін түсініп ұғып алу Иә, керек. иә. Бір ай көлемінде сіздер үйретесіздер. Сол себепті келесі айда уже бос боламын.
сонымен қазір предоплата жасап, одан келесі айда курсты бастап кетсем деген ғой. иә иә Жақсы түсініп алатындай. болады иә. Аха, окей, түсінікті. Так, қазір сигнал каналы бар ма дейді. Жоқ, мен сигнал каналын бөлек сатпайтын болдым. Мен бұрын бөлек сататын едім. Просто мен Ұлжан ханым шәкіртімін ғой. Сол бір адамдар сигнал каналға, короче, мен Ұлжан ханымның сигналын береді деп ойлайды екен да. Сөйтіп кірген ғой. Короче, шок болдым ананы көріп. Мен айтамын, соншалықты арсыз емеспін біреудің сигналын алып біреуге сататындай деп. Сонымен қазір сигнал канал вообще сатпайтын болдым, тек қана шәкірттеріме беремін. Шәкірттеріме ғана сатамын, потому что олар адамдар уже менің техникамды біледі, стратегиямды біледі, поэтому только шәкірттерге сатамын. Андай таныс емес адамдарға сатпаймын да. Сол, короче, неше түрлі адам бар, неше түрлі ниетпен келеді, так что ниеттерімізді түзеп келейік, иншалла. Онда қазір так, бүгін или ертең сіздерге сигнал берем, жарай ма? Шәкірттерге сигнал 20 мың. Иногда скидкалар болып тұрады праздниктерге. Иногда просто щедростьтен ұстаған кезде скидка беремін деген сияқты ғой. Иншалла, иншалла. Жақсы, онда рахмет барлықтарыңызға, қатысқандарыңызға, маған сенім білдіріп келгендеріңізге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату.